Сәлеметсіздер ме? Өмір толқындары арнасының құрметті тыңдармандары, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсе отырыңыздар. Қадыр өте өткір, сымбатты, бойшаң жігіт болып өсті. Көрген адам қызығардай, көз жанары талдырардай сұлу. Оның өмірге деген құштарлығы ерекше еді. Ойлаған ісін жүзеге асырмай, тыным таппайды. Алдына мақсат қойса, соған жетуге асығады. Әр қол жеткен жетістігін ата-анасына көрсетіп, мынаны мен істедім дегендей мақтанғысы келіп тұратын. Мақтаса екен дейді. Бірақ көп жағдайда болмайтын нәрсеге анасы әділді мақтауға бейімеді. Қадырдың оған ызасы келетін. Әділ болса анасының махаббатын ерекше сезініп өскеннен кейін бе, көп нәрсеге ат түсті қарайтын. Не істесе де анасы бұны жақтайтынын, кешіре салатынын білетін. Сондықтан ол аса талпыныста жасамайтын. Көптің арасында тұрса, көзге аса түсе қоймайтын, орта кейіптегі жігіт болып өсті. Мақтаншақтығы мен маңғаздығы басым болғаны мен қауқары жағынан әл жуаздау. Қадыр екеу бір нәрсеге таласып қалса, Қадырден таяқ жеп қалатын. Ата-анасының махаббатын, жүректерінің жылуын сезіне алмай өскеннен бе, Қадырдың бойында қатыгездік басым, аяушылық дегенді білмейтін. Айналасындағылардың бәрі тек әділді жақсы көріп, бұны екінші орынға ысырып тастайтындай сезінетін. Қадырдың қасында достары жоқтың қасы. Елдің бәрі бұның жауы сияқты көрінетін. Біреумен дос болғысы келсе де, сәл болмайтын нәрсеге ашуланып, ол адаммен өштесіп қалатын. Және өзіне біреу бір нәрсе жасаса, сол адамнан кегін алмай, тыныш таппайтын. Бірде мектептен қайтып келе жатып, балалармен жолдың бойында отырған бір мысықты көрді. Сыныптастары әлгі мысықпен ойнап, шеңбердің ортасына алып, кезек-кезек аяқтармен теуіп, сөмкелермен ұрып, әлгі мысықтың ығырын шығарды. Басында ойынға араласпай сырт қарап тұрған Қадыр, ортаға келіп, мысықты ұстап алып, басқаларға маған қараңдар деген кейіпте, мысықтың басынан ұстап тұрып, жерде жатқан дәу тасқа бар пәрменімен бірнеше рет ұрып, мысықты сол жерде жан тәсілім етті. Алғашында қызық көріп тұрған балалар Қадырдың мына қатыгездігінен сескеніп, шошына қарады. Ол болса, құдды бір үлкен іс тындырғандай масаттанып, жан жағына тәкаппарланып қарап тұрды. Осы бір оқиғадан кейін Қадыр өзінің басқаларға қарағанда батыл іске бара алатынын сезінгендей еді. Оған аяушылық сезім әлсіздіктің белгісіндей көрінетін. Қадыр не нәрседен болмасын, басқалардың алдында өзін ерекше артық етіп көрсетуге тырысатын. Мені бірінші мақтасын, мені ғана мойындасын дегендей әрекет ететін. Бірақ онысы көбіне дұрыс шықпай опық жейтін. Екі ұл мектепті бітіріп, жоғары оқу орнына түспек болып, құжаттарын тапсырды. Әділ бірден өтіп кетті. Көрсеткіші жаман болмаса да, Қадыр өтпей қалды. Бұл жағдай Қадырге қатты әсер етті. Мына өмірде еш жерде шындық жоқ деп шешті. Әрбір істеген ісіне көңілі толмай, бәріне өкпелі. Әділ университетке кеткенде, Қадыр көшедегі балалармен компьютерлік клубқа барып, сағаттап отыратынды шығарды. Анасының бір жерге жұмысқа тұрып, пайдалы іспен айналыссай деген сөзін құлағына да ілмеді. Түнделетіп қыдыруды шығарды. Сөйтіп жүріп, бірнеше рет төбелесіп, полицияға да түсті. Сол үшін әкесінен қатты ұрыс естіді. Бірақ Қадырге оның еш қайсысы да әсер етпеді. Өзінің дегенін істеп жүре берді.
Дәулет пен Айкүмістің ендігі мәселесі Қадыр болды. Олар бала тәрбиесінде өрескел қателік жіберіп жатқандарын сезбеді. Ең қызығы, қанша мінезі шатақ, дөрекі, менмен болса да, қыздар Қадырды айналшықтап қасынан шықпайтын. Қадырдың бойындағы бір тылсым күш қыздарды өзіне тартып тұратын сияқты. Қалаған қызды өзіне қаратып алады. Олар бұған ойыншық сияқты еді. Кішкене көңіл көтергеннен кейін, келесі құрбанына көшіп, біріншісін оп-оңай тастап кете беретін. Қадырге күндіз ұйықтап, түнде жорыққа шыққан ұнайтын. Түн оның нағыз сенімді серігіне айналды. Не істесе де, не бүлдірсе де, түн өз қойнына алып, сырт көзден қорғаштайтын. Қара түсті, ылғида солай киініп алады. Қараңғылықта жаны қалайды. Сөйтіп жүріп, көшедегілермен танысып, ортасына қосылды. Көшенің өз заңы, өз тәртібі бар. Қадырдың болмасына дөп келді. Түнгі жорықта жүріп, кішігірім қылмыстарда жасайтын болды. Адам тонау, көліктердің айналарын шешіп алып кету деген сияқты жаман істерге араласты. Тапқандарын ортаға салып, бәрі жиналып алып, ішіп жеп, ал кейбір сәтте анашада шегіп, жын ойнақ жасайтын. Қадыр бұл ортадан да өзіне кенедей жабысқан Тома, яғни Тұмар деген қызбен жақындасып, күндерін бірге өткізіп жатты. Тома Қадыр десе, ішкен асын жерге қояды. Ал Қадыр үшін ол кезекті ойыншығы. Көңілі келсе басына сипап еркелеседі. Жынына тисе ұрып та жібереді. Тома болса жылап-жылап қайтып келеді. Әділ бірінші курсты сәтті тамамдап, жаз бойы курстастарымен жазға демалысын бірге өткізіп, ел аралап, саяхаттап кетеді. Сабақ басталса, бар ынтасымен оқуына беріліп, университеттен шықпайды. Өзінің бала кезден әл жуаздығынан қатты қысылатын. Сол кемшілігінің орнын толтыру үшін кешкі мезгілде дзюдоға барып, шыңдалып жүрді. Осылай әділ өз өмірімен, Қадыр өз өмірімен жүріп жатты. Оларды біріктіретін тек ата-анасының туған күні. Қалған кезде бастары бір қосылған емес. Екеуі екі бөлек әлем. Қадыр екінші жылыда жолы болмай, оқуға түсе алмады. Ол оны одан да бетер азаландырды. Әкесінің оқудың ақшасын төлейін, не қыласың әуре болып, деген сөзіне, мен де әділ сияқты өз күшімен түсіп, оқып шығамын. Сіздің бір тиын ақшаңыз керек емес, деп көнбеді. Қадырдың бойында ата-анасына деген наразылығы, әділге деген бәсекелестігі күннен күнге күшейе түсті. Үйде бастары қосылып қалса, әке-шешесі әділді тыңдап, Қадырдың әңгімелеріне онша мән бере бермейтін. Осылай Дәулет пен Айкүміс екі баласының арасын өз қолдарымен алшақтатып, араларындағы бәсекелестікке май құйып жатқандарын байқамады. Бәсекелестік әу бастан адам баласы дүниеге келмей жатып, еркек пен әйелдің жақын қатынасы кезінде өмір үшін күрес, бәсекелестік басталады екен. Ер адамның ұрығы төгілгенде бірден 20 миллионнан аса шәует атылып шығады. Соның бәрі жан таласа жүгіріп, алға қарай ұмтылады. Біреуі ғана аналыққа бірінші жетіп барып, ұрықтану процесін жалғастырады. Қалғандары жойылып кетеді. Демек, адам баласы дүниеге бәсекелестіктің, қиян кескі күрестің арқасында келеді. Сол бәсекелестік оның өмірдің соңына дейін әртүрлі формада, әртүрлі жағдайда жүріп жатады. Қадыр профессордың зертханасының арқасы, әділ анасының қарғыстан құтылып, табиғи жолмен дүниеге келгені себеп қана ме екен? Әлде олардың өмірге келу факторы бәсекелестікпен күресінің арқасы ма екен? Оны ешкім басып айта алмас.
Қадыр өзінің өмірде неге жолы бола бермейтінін көп ойлайтын. Әділге бәрі оп-оңай беріле салады. Маған келгенде әйтеуір бір нәрсе кедергі болады да тұрады, деп ашуланатын. Қадірде жай пешенедегіні көрем дей салатын мінез емес. Ол өз тағдырын өзі өзгерткісі келеді. Бірақ жолы бола бермейді. Оны мына түнгі өмірде жалықтыра бастады. Көшеден де көңілі қалды. Қолынан келетін бір жұмысқа тұрғысы келеді. Бірақ оны кім ала қояр дейсің? Күндіз көшенің бойында тұрып, әркімнің әртүрлі жұмысына жалданып, қара жұмыспен айналысып жүрді. Осылай көшеде клиент күтіп тұрғанда, көлікпен кетіп бара жатқан Әділ Қадырды байқап қалды. Жолдың шетіне тоқтай қалып, Қадырге келіп, «Сен мұнда не істеп тұрсың?» деп таң қала қарады. Қадыр, «Мұнда адамдар не үшін тұр деп ойлайсың?» деп өзіне сұрақ қойды. «Бұл жер сенің тұратын орның емес. Жүр, көлікке отыр. Үйге барып сөйлесеміз», деді. Бармаймын дегеніне қарамай, сүйрегендей қалып, машинаның артқы орындығына отырғызып алды. «Үйге келуді де қойдың. Қайда жүр десем, басқа дені дұрыс жұмыс таппадың ба?» деп сұрақтың астына алып жатыр. Қадыр сөйлескісі келмейтінін білдіріп, терезеден сыртқа қарап отыра берді. «Танысып қой, бұл менің сыңарым Қадыр», деп алдыңғы орындықта отырған қызға таныстырып жатыр. Ол артта отырған Қадырге бұрылып қарап, «Сәлем, мен Жазирамын», деп өзін таныстырды. Түрін аса байқамаса да, даусы сыңғырлап тұр екен, деп ойлады Қадыр. «Біз Жазира екеуміз бір топта оқимыз. Бүгін бір курстасымыздан туған күні. Қазір Жазираны үйіне апарып тастағаннан кейін екеуміз үйге барайық. Тамақтанып, жуынып, шайынып, бір сәт тынығып алғаннан кейін, қаласаң, үшеуміз сол туған күнге бірге барайық», деді Әділ. «Иә, жүріңіз, бірге тойлап қайтайық», деді Жазира. Қадыр естімегенсіп отыра берді. Үйде ешкім жоқ екен. Қадыр бөлмесіне барып, төсектің үстіне құлай кетті. Тап-таза төсектің иісі көңілін босатып жерді. Жастықты құшақтап жатып, айғайлап жылағысы келді. Тұмсығын жастыққа тығып алып, әштей еңіреді. Әділ келіп есігін қаққан. Әштен жауап болмаған соң, ақырын есікті ашып, сығалап қарады. Етпетімен жатқан Қадырды көріп, «Демді ұйықтап қалған ба?» деп, қаттырақ, «Қадыр!» деп дауыстады. Қадыр жауап бермеді. «Егер ұйықтап қалмасаң, тұрып жуында тамаққа кел. Мен дайындай берейін», деп бұрылып кетті. Қадыр естісе де естімегендей жата берді. Есік жабылғаннан кейін, ол шалқасынан аунап түсті. Аспанға қарап жатыр. Ойын мазалаған сан сауал жауап таппай, төбеге барып шағылысып, қайта өзіне келеді. Жазираның даусы құлағынан кетер емес. Әділдің бұдан несі артық? Неге оның жолы болғыш? Ең жақсының, ең әдемінің бәрі соныкі болу керек пе? Бұл Құдайға не жазып еді? Кішкентайынан бар жақсының бәрі бұған емес, Әділге тиесілі. Әділ, Әділ, сен болмағанда, ата-анам барлық жақсыны маған ғана берер еді. Менің осындай бақытсыз болуыма сен кінәлісің, деп ішінен кіжінді. Орнынан тұрып, жуынуға кетті. Жуынып жатып, кешке Әділдермен әлгінде айтқан туған күнге баратын болып шешті. Ондағысы Жазираны жақынырақ көріп, танысу. Сүртініп тұрып, айнадағы бейнеге миығынан мысқылдай күліп, «Кешке көреміз, кімнің кім екенін», деп төсекке қайта барып жатты. Айкүміс пен Дәулет Қадырдың үйге келмей жүргенін, оның өзімшіл, менмен мінезінен деп ойлайды. Әділге бірнеше рет айтты, іздеп тауып кел деп.
Әділ құнттамады ма, әлде шынымен іздеп таппады ма, дұрыс жауабын бермеді. Айкүміс Қадырдың 2-ші жыл оқуға түсе алмағаны, не дұрыс бір жерге жұмысқа да тұрмағаны, сол баяғы қарғыстың кесірі деп ойлайды. Баяғыда балша елдің айтқан сөзі есінен кетпейді. Түнде Дәулетпен ақылдасып, тағы да бір мықты деген балшыға баратын болып шешті. Азан мен интернеттен балша дегендерді бір сөзіп шақты. Не деген көп еді бұлар, деп таң қалды. Құрбылармен хабарласып, сұрастырып біреуін тапты. Міне, сол балшының есігінің алдында кезек күтіп отыр. Әшке кіргенде байқады. Баяғы өзі барған әйел екен. Келген шаруасын айтты. Сенде қарғыс жоқ қой, құлан таза айығып кетіпсің. Иә, есімде сенің келгенің, деді. Менің білейін дегенім, мендегі қарғыс қайда кетті? Балаларыма барып жабысқан жоқ па? Деп сұрады. 2 балаң бар екен. Біреуі жатырыңнан шыққан. Мына 2-шісі қайдан пайда болған бала? Сенікі сияқты. Бірақ сенікі деп те айта алмай отырмын. Айкүміс мән-жайды бүкпесіз айтып берді. Емші кішкене ойланып отырып, сенің қарғысың сол балаға кеткен екен ғой. Ол өзі қайда? Деді. Қалада, үйге келмейді. Рас айтасыз, сол баланың жолы болмай-ақ қойды. Есіңде ме, Құран көтеретін бір мықты молда тап дегенім. Сол ғана қайтарады, деп шығарып салды. Айкүміс Дәулетке айтып, екеулеп молда іздеді. Барып жолықты да. Ол Қадырдың өзін алып келіңдер деді. Балаларын алып келе алмайтынын айтып, Құранды онсыз ашып, сыртынан оқып, қарғыстан тазалауын өтінді. Молда мақұл көрейін деп келісті. Суретін телефоныма салып жіберіңдер, ертеңнен бастаймын, деп уәдесін берді. Әділдің көлігі қаланың жоғарғы жағындағы орналасқан 2 қабатты зәулім үйдің алдына келіп тоқтады. Мына жерде тұрған көліктерге қарап, мұнда жиналған студенттер емес, әскер кәсіпкерлердің туысасы ма деп қалды. Әшке кіргенде байқады. Жастары өздерімен шамалас, бірнеше жігіттер мен қыздар кешті бастап кеткен екен. Үлкен үйдің іші аға-шаға, сапырылысып әрлі-берлі жүрген жастар. Әркімнің қолында әртүрлі ішімді құйылған бакалдар. Ешкімнің ешкіммен ісі жоқ. Болар аперитив құйылған түрлі жеміс-жидек пен тәтті тағамдар қойылған столға қарай жақындады. Әділ қолына шырын құйылған стаканды алып, жемістен ауыз тиді. Жазирада шырынға қолын созып жатыр еді. Қадыр шампан құйылған бакалды оның қолына ұстата салды. Жазира жымиып, бакалды столға қайта қойды. Кешір, мен шарап ішпеймін, деп бұрылып, құрбыларына қарай кетті. Қадырдың қолын ешбір қыз қайтарып көрген емес. Қаны басына шауып барып басылды. Енді оның аңдығаны Жазира болды. Бірер уақыттан кейін караокемен ән айтылып, би билей бастады. Әшімдікті біраз сілтеп алғаннан кейін Қадыр бойына сенім ұялап, микрофонды алып ән салды. Қадырдың сымбатты денесі мен ақ құба жүзі, көмірдей қара шашы, көрген адамның көз жауын алады. Оның үстіне әнді де бір кісідей жақсы айтады. Ашық қоңыр даусы құлаққа өте жағымды. Жиналғандар енді бұған көңіл аудара бастады. Жігіттер келіп бакалдарын соғыстырып, бірге шарап ішсе, қыздар жағы өздері келіп, қолдарын созып, аттарын айтып танысып бағуда. Қадырдың көңілі Жазирада. Әнді де Жазираға қарап айтты. Би билесе де соның қасынан шықпады. Алғашында Әділ де, Жазира да Қадырдың бұл құлықтарына онша мән бермеген. Бірте-бірте үдеп бара жатқан әрекеттер екеуінің де көңілін алаңдата бастады. Әділ, сен қызып қалған сияқтысың,
Жүр, үйге қайтайық, деп Қадырды сыртқа алып шықты. Қойшы, Әділ, қайдағы қызып қалған? Маған мына жер ұнап жатыр. Тағы кішкене бола тұрайық, деп көнбеді. Әділді кеудесінен етеріп, өзі ішке кіріп кетті. Бірден барып, Жазираны ортаға биге, вальске шақырды. Жазираның жоқ деуге шамасы келмеді. Ол көзімен Әділді іздеді. Әділде кірген бойда Жазираны іздеді. Қадырмен билеп жүргенін көріп, жақтырмады. Қадыр Жазираны екі қолмен қапсыра құшақтап алыпты. Нәп-нәзік қыз оның құшағынан сатылып шықпақ болып, әрекет жасап көрген. Әлі келер емес. Мынадан мені құтқар, дегендей Әділге қарайды. Әділ қазір барып, Жазираны Қадырдың құшағынан суырып алса, қызып алған Қадыр төбелес шығармасына кім кепіл? Сыңарының мінезін жақсы білетін ол, би біткенше тұра тұрайын деп шешті. Би біте салысымен Жазира Қадырден боса шығып, тез-тез басып келіп, Әділдің құшағына тығылды. Көзінде үрей бар. Дір-дір еткен денесін баса алмай тұр. Бейне бір айдағардың құрсауынан қашып шыққан еліктей қалтырайды. Не болды саған? Сонша қорқып. Ол менің бауырым ғой. Саған ештеңе болмайды, деп жұбатып жатыр. Жазира одан бетер тығыла түсіп, Әділдің құлағына: «Мынауың адам емес, дьявол ғой», деп сыбырлады. Қадырдың жуық арада қайта қоймайтынын көріп, Әділ қасына барып: «Қайтпасам біз кете береміз, өзің бірдеңе қылып жетерсің», деп сыртқа бет алды. Қадырдың «Мені тастама, кішкенеден кейін мен де қайтам» дегеніне қарамай, Жазираны қолтықтап шығып кетті. Дәулеттің туған күніне әріптестері, достары қонаққа келді. Отырыстың әбден қызған кезі. Дәулет пен Магыз темекі шегуге сыртқа шықты. Қадыр үйдегі у-шудан қашып, сыртта қараңғыда талдың қасындағы орындықта отырған. Аналар оны байқамады. «Дәулет, есіңде болса, сендер менің арқамда перзентті болдыңдар. Сен ұятсызсың, маған рахмет те айтпадың ғой. Сол кезде анау профессорға алып бармағанымда, сендерде бала болмас еді. Сен өзің бірде ішіп отырғанда айтқансың. Қадыр дүниеге келген соң, Айкүмістің бойындағы қарғыс кетіп, Әділ дүниеге келді деп. Солай ма? Мен осы сенен ылғи сұрағым келетін. Сонда Айкүмістің бойындағы қарғысты Қадыр алып кетті ме? Ол жағын ешкім білмейді. Оны дөп басып айта алмаймын. Қайткенде де Құдай бізге екі ұлды берді ғой. Ең бастысы сол. Оны неге қозғап тұрсың? Просто интересно, деп ішке кіріп кетті. Қадыр темекіні бірінен кейін бірін шегіп ұзақ отырды. Құлағы қаққан жаңағы әңгіме миын мазалай берді. Қандай профессор, қайдағы қарғыс? Ертесіне анасына келіп, түнгі болған әңгімені айтып берді. Мен қалай дүниеге келдім? Әділ екеуміз егізбіз бе? Максаға қандай қарғыс туралы айтты? Деген Қадыр сұрақтарды төбелетіп жатыр. Айкүміс аузы ашылып, не айтарын білмей отырып қалды. Балам, сені мен туғанмын. Қайдағы профессор? Оған басыңды қатырма, деп сөзі қысқа қайырғысы келген. Оған Қадыр қанағаттанған жоқ. Мен сіздің қарғысыңызды алып кеттім бе? Қайдағы қарғыс? Жоқ, олай емес. Сен Әділ екеуің бір күнде дүниеге келгенсіңдер, егізсіңдер, деп әңгімеден қашқақтады. Анасының ештеңені ашып айтпайтынын Қадыр сезді. Сол күні Қадыр үйге кеш келді. Ешкіммен сөйлескісі жоқ. Анасы тамаққа шақырып, бірдеме айтқысы келген. Тыңдамады. Тәке өз бөлмесіне өтіп кетті. Бөлмесіне кіріп, киім-кешектерін, ноутбугын, өзіне керек заттарын жинап, чемоданына салып,
үндемеген күйі сыртқа шығып кетті. Айкүміс ілесе жүгіріп шыққан еді. Артына бұрылып та қарамады. Әділ сабағынан қайтып келеді екен. Қарсы алдынан шықты. Бетпе-бет келіп, сәл кідіріп. «Оу, бауырым, қайда жол тарттың?» деді күлімсірей. Қадырге Әділдің сөздері бұны кекетіп тұрғандай әсер етті. «Шаруаң болмасын. Мына үй, әке-шешең, бәрі саған қалды. Енді қалай еркелесең де өзің білесің», деп иығымен Әділді итеріп соғып кетті. Әділ ештемені түсіне алмай, орнында тұрып қалды. Күндер өтіп жатты. Қадыр алғашында пәтер жалдап, кейін ақшасы біте бастағанда жер төле тауып алып, сол жерге жайғасты. Күздің суық күндері басталды. Жер төледе 2-3 өзі сияқты үйсіздермен бірге тұрады. Жалдамалы жұмысшылар тұратын көшеге барып, әркімнің жұмыстарын істеп, азын аулақ ақша тауып, күнін көріп жүрді. Бірде қасындағылармен тапқан кішкене ақшаларына шарап алып, сылқия тойып алды. Әр қайсысы өз өмірлерін айтып, іштеріндегі шерін тарқатқандай болды. Тыңдап отырса, бұлардың өстіп жүргеніне не әйелі, не балалары, не бастығы кінәлі екен. Олардың еш қайсысының кінәсі жоқ. Қадырдың де бәріне ең бірінші анасы. Одан кейін Әділ кінәлі деп ызалана сөйлеп отырды. Әділді айтқанда, ызадан орнынан тұрып кетіп, «Ол болмаса, мен бақытты болар едім. Соның кесірінен анам маған көңіл бөлмеді. Бұл өмірдегі бірінші жек көретін адамым. Ол Әділ», деп қайталай берді. Мас болып отырып ойлады. Неге Әділ осылай шалқып өмір сүруі керек? Менің не жазығым бар? Біле білсе, мен одан 10 есе артықпын, деп өз оймен өзі таласып жатты. Қасындағы екеудің бірі Боря, шын атын білмейді. Кезінде ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болған екен. Ылғи айтатыны, бұлар жүргенде қаланың тең жартысы қорқыныштан бұттарына жіберіп қоятын дейді. Басшылары ұсталғаннан кейін әр қайсысы әр жаққа қашып тығылып, үйден, бала шағадан безіп кеткен көрінеді. Елден тартып алып тапқан тегін ақшаның күшімен шалқып өмір сүрген жігіттер полицияның қолына түсіп қалмайын деп басқа қалаларға қашқан. Боря осында келіп, бас сауғалап қалыпты. Ақша бітіп, аяғы мына күйге тап болып отыр. Қатты масайғанда, умаждалып салынған кішілеу қол сөмкесінің түбінен тапаншасын шығарып, қолын әрі бері ербендетіп, «Мен әлі көрсетем оларға», деп кіжінеді. Бірақ кімге, не көрсететіні белгісіз. Сөйтіп жатып ұйықтап кетті. Қадыр ақырын сөмкені өзіне тартып, ішіндегі тапаншаны ұрлап қойына зымп еткізді. 2-3 күн өткеннен кейін Қадыр Максты іздеп тауып алып, өткендегі әкесі екеуінің арасында болған әңгімені есіне салды. Профессор туралы, қарғыс туралы білгісі келетінін айтты. Макс көзі тайсақтап, Қадырге тура қарай алмай, бұл жерден тез кетуге ыңғайланды. Оны сезген Қадыр, қолынан шап беріп ұстап, қатты қысып тұрып, шындықты айтуын талап етті. Алдында үлкен адам тұр деп тұрған жоқ. Енді болмаса 2 бүктеп, жерге басымен қадайтын түрі бар. Қадырдың мына екпінінен секем алған Макс қипақтап барып, бар болған оқиғаны айтып салды. Өміріндегі сәтсіздіктердің себебін енді түсінген Қадыр, бәріне кінәлі бірінші анасы, одан кейін анау профессор деп ойлады. Мен дүниеге бірінші болып келдім. Артынша таласып, тармасып Әділ келді. Оған не бар еді? Бұл өмірде менімен қабаттасып, деп күйінді. Ашуланды. Бәріне жынданды. Бұған өзінен басқаның бәрі кінәлі көрінді.
Ол енді профессорды іздеп тауып алғысы келді. Макске қайта барып, қанығын біліп, профессордың зертханасын тауып алды. Сырттағы сақшылармен төбелесіп, ішке кіргенде, профессор өз кабинетінде отыр екен. Қадыр алдын ала жақсы дайындалған болатын. Зертхананың ішіндегі барлық шыны қолбыларды қиратып, адамдары бұны ұстамақ болып ұмтылғанда, қолдағы тапаншасымен аспанға бір-екі рет атып тоқтатты. Енді олар қаша бастады. Қадыр профессорға келіп, алқымына тапанша тақап, бәрінің бұл жерден кетуін талап етті. Сен үлкен қателік жасап жатырсың. Мен сені және сен сияқты талай адамды дүниеге алып келдім. Қаншама ата-ананы бақытты еттім. Сен соның бәрін күл-талқан қылдың, деді. Жоқ, олай емес. Сен Құдайдың ісіне араласып жатырсың. Мына қолбаңнан шыққан перзент өмірде бақытты болатынына сен қайдан кепіл бере аласың? Анасының жатырында жатып өспей, анасының қанымен қоректенбей, ана мейірімі мен махаббатын сезбей өскен адам қайтып бақытты болады. Ол өмірдегі ең бақытсыз адам, сорлы адам, артық адам. Сен соны білемісің? Неге сен бақытсызбын деп айтасың? Мына жарық дүниеге келудің өзі үлкен бақыт. Сен білесің бе? Адамның ұрығының 20 миллионнан астамы өмір сүру үшін жанталаса, әу баста күреседі. Сені солардың ішінен жеке дара таңдап алып, аналықпен қосқан мен. Сен маған керек десең өмір бойы қарыздарсың. Менің осылай ана мейірімін сезбей, махаббатын алмай, ана қанымен қоректенбей, дүниеге келгеніме кім жауап береді? Бүйткенше, бұл өмірге келмей қойғаным жақсы еді, деп Қадыр өзін ұстай алмай, жылап отырды. Оған енді мен емес шығармын кінәлі. Мен баласыздарға бала беріп, армандарын орындаушымын. Жоқ, сен мейірімсіз, жансыз адамдарды дүниеге әкелушісің. Сенің көзіңді құрту керек. Сенің мына істеп жатқан ісіңді жою керек. Мен адамдарға бақыт сыйлаушымын. Мен олардың өмірін жалғастырушымын, дейді профессор жан жағын көрсетіп. Сен болсаң қиратушысың. Сен адамдардың өмірін қирату үшін келгенсің. Сендейлер мына дүниені ары қарай дамытпайды, өшіреді. Сендейлер билікке келіп, айналасындағыларды қырып жояды. Соғыста сендейлердің кесірінен болады. Иә, дұрыс айтасың. Сендейлер мына өмірде артық адамсыңдар, деп көзі қанталаған Қадыр профессорды тапаншасының тұтқасымен бір ұрып, тәлтіректетіп жіберді. Зертхананың ішін қиратып, профессорды далаға сүйреп шығарып, шыныларының орнына лупаларды салып қойғандай көрінетін көзілдірігін жерге бір ұрып, аяғымен таптап, өзін артынан бір теуіп, аулаққа қуып жіберді. Үлкен іс бітіргендей, ішіндегі толып қалған запыранды аспанға қарап тұрып, бар күшімен ышқына айқайлап шыңғырғандай болды. Бұл оқиғадан кейін бірнеше күн өтті. Алғашында көңілі жайланып, іші босап қалғандай еді. Таңертең тұрып, жуынып жатып, айнаға қарады. Жүзінде қуаныштың ізі де жоқ. Бұрылып кетті. Көздерінде тұнып тұрған қатыгездік айнаға көп қарап тұруға шыдатпады. Төсекке келіп отырды. Бір ауыр жүк екі иығынан төмен қарай басып тұрғандай денесі еңгіш тартып, әрең дем алады. Екі иығын басқан екі періштелер өзді-өздерімен айтысып, бірін-бірі талап қоярдай. Бірі болды, енді бұл бейбақты қинай бермей босат дейді. Екіншісі, жоқ, мен әлі босата алмаймын. Ол әлі ең басты қылмысын жасаған жоқ, дейді. Сөйтіп олар ұзақ айтысып, бір мәмлеге келе алмады. Қалың ойдың құшағында отырған Қадырдың телефоны шырылдап қоя берді.
Сыныптасы Дастан екен, қоңырау шалып жатқан. Алло, Дастан, сәлем. Қадыр, сәлем, қалайсың? Шүкір, бармын. Қайдасың? Не болды? Сенбі күні сыныптастар жиналып жатырмыз. Бірге болайық. Жарайды, уақытым болса барармын. Өй, олай деме. Қалай сенсіз кездесу өтеді? Кішкене мазам болмай жүр. Доғар ондай сөзді. Оның үстіне әркім өзінің қызын ертіп келеді. Сен де өз қызыңмен кел. Көреміз. Деді де телефонды сөндіре салды. Көңілсіз күйі, саған онда не бар? Қай бетіңмен барасың? Не оқуда жоқсың? Не мандырымды жұмысың жоқ? Әркім өз жетістігімен айтып мақтанады. Былтырда солай болған. Бұл несін айтады? Мені қарғыс атқан, сондықтан жолым болмай жүр дей ме? Жоқ әлде, менің барлық сәтсіздігімнің себепшісі мынау сыңарым, әділ дей ме? Әділді ойласа, қаны қайтадан басына шабады. Жоқ, мен баруым керек. Олардың тәкаппар түрлерін көргісі келмесе де, бару керек деп шешті. Бір сұмдықтың болатын өзі де сезеді. Бірақ қандай екенін білмейді. Қадыр қасына томасын ертіп келді. Сыныптастары түгел жинала қоймапты. Кіргеннен көзімен Әділ мен Жазираны іздеді. Олар сәл кешігіп кірді. Барлығы Әділді ерекше қарсы алып жатыр. Бейне бір кино жұлдыз келгендей. Мүмкін олай емес шығар. Қадірге солай көрінген болар. Бәрібір Қадыр Әділдің келгенін жақтырмай тұр. Оның үстіне мына Жазирасы да бұның көңілінің құртын жеп барады. Ақ құба жүзіне ботаның көздерін әкеліп қондыра салғандай, жанарынан жылтырап төгіліп тұрған нұры. Оны қойшы, аулаға барғандағы естіген мөлдір бұлақтың әуезді үніндей, күлкісі қызғаныштың отын лаулата түскендей. Әділ де Жазирада Қадырдың суық көздерінің сұқтана қарап тұрғанын сезді. Көңіл аудармауға тырысты. Кеш әбден қызған кезде Қадыр ішімдікті бір шама сілтеп, масаңдау күйде жүрді. Елдің бәрімен сөз қағыстырып, отырыстың шырқын кетіре бастады. Жігіттер Әділге келіп, реніштерін білдіріп жатыр. Ақыры Қадырды алып кетуін өтінді. Әділ Қадырды сүйрегенде етіп алып шығып, көлікке отырғызды. Қадыр бұл кезде сөз тыңдайтын халде емес еді. Көлікке отырғаннан қасындағы томаны адам демей итін шығарды. Арасында Жазираға тиісіп қояды. Жазира үндемей құтылуға тырысты. Әділ бір қолы рөлде, екінші қолмен қайта-қайта Қадырдың иығынан басып, тыныштандыруға әрекет жасап келеді. Қадыр оның қолын қағып тастайды. Машинаның іші екі бауырдың қырылысуына ұласты. Қадыр Әділге қатты сөйлей бастады. Ол ішіндегі жылдар бойы жиналып қалған ашуы мен қызғанышын осы жолы шығарғысы келгендей тоқтар емес. Келе ол Әділдің иығынан жылғи тартып, бұның жолының болмайтынына, бақытсыздығына дәл осы қасымда отырған сенсің деп, Әділге өшіге түсті. Жылқылай берген соң, Әділ көлікті тоқтатып, сыртқа шықты. Қадыр де шығып, енді Әділдің жағасына жармасты. Арттарынан шыққан қыздар, екеуін арашылаймыз деп, екі ортада шарпыр болып жүр. Әділ Қадырдың ауыр сөздеріне шыдамай, оны шапалақтан тартып жіберді. Бұл оның ең үлкен қателігі еді. Қадыр одан да бетер көтеріліп кетті. Екеуі жаға жыртысып, беті бастарына қарамай жұдырықтаса кетті. Төбелес жолдың шетіндегі талдардың арасына ауысты. Қадыр Әділді иегінің астынан бір періп жерге құлатты. Ары қарай жағдай тіпті ушықты. Жерде жатқан Әділді Қадыр тепкінің астына алып, бар қаһарын төгіп жатыр. Қыздардың жақындауға шамалары келмей қалды. Қадырдың қаны қарайып, есі кіресілі шығасылы жатқан сыңарының үстіне отырып алып,
қылғындыра бастады. Ауа жетпей қылқынып бара жатқан Әділ есін жиып алды. Үстінде отырған Қадырды дзюдоның машықтанған әдісімен астына атып ұрды. Енді Қадырдың халі қиындай түсті. Екі бауыр бір-бірін аяйтын емес. Ешкімнен таяқ жеп, жеңіліп көрмеген Қадыр Әділдің өзінен басым түскеніне шыдай алмады. Шалбарының артқы жағына тығып қойған тапаншаны шығарып, Әділдің кеудесіне тағады. Әділ оның қолын қайырып, тапаншаны тартып алмақ болып, әрекет жасап жатыр. Екеуі құшақтары айқасып, бірде Қадыр, бірде Әділ, бірінің үстіне бірі шығып, жерде дөңгеле жөнелді. Сол сәтте тарс еткен тапаншаның дауысы шықты. Қыздар шыңғырып, айқайлап жіберді. Екі денеде қимылсыз жатып қалды. Сәлден кейін Әділ көзін ашып, үстінде жатқан Қадырдың денесін итеріп, өзі астынан әрең шықты. Қадыр бір шетке сылқ түсіп құлады. Әділ алғашында оқ өзіне тиді деп ойлады. Қадырдың қимылсыз денесін көріп, ажал оғы Қадырге тигенін түсінді. Ары жұлқылады, бері жұлқылады. Қадырде тіршіліктің белгісі байқалмады. Оны құшақтап, айқайлап жылап, басын кеудесіне басты. Қадырдың екі иығындағы періштелер төбеден төніп қарап тұр. Өзінің зұлым ойы осы еді. Сол иығындағы періште бұрылып кетті. Оң иығындағы періштесі екі қанатын аспанға қарата жайып, дұғаларын оқи берді. Осы кезде Қадырдың бойындағы қарғысты шығару үшін Құран ашқан молда да 40 күн, 40 түн тоқтамай оқып бітіріп жатқан еді. Соның әсері ме? Жоқ, әлде оның ішінде жылдар бойы сақталып келген қызғаныштың оты өшті ме? Әлде жанын жаншыған ауыр тауқыметтен шаршады ма? Анасынан келген қарғыстан енді құтыла алмаймын деп, мына өмірде жолы болып, бақытты болып кететініне сенімі жоғалды ма? Әлде профессордың «Сен мына өмірге қирату үшін келгенсің» деген сөзінің әсері ме? Әлде осылардың бәрін ойлағаннан әдейі осы қадамға барды ма? Оны енді ешкім айта алмас. Қадыр жақсы көретін түн, оны өз құшағына алып, түнере мұң қышып тұрды. Деп автор әңгімесін аяқтайды. Құрметті тыңдарман, әңгіме соңында пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болайық.